Assalamu alaikum. Efirde zaman oktyabrның 27-сы Қарымышғалының 1338 күні студияда Мавиле Мұхтарова çalışa. Бүгін саат екілерде Илми Умеров ве Ахтем Чайгозның Киевге келмелері бекленілі. Асат етілген Меджлис рейсінің муавинлері Туневын кележек еделер, ләкин Түркия президентінің көрішмек үшін Украина пайтақтына келмелері бүгінге қалдырылды. Бұны Меджлис рейсі Рифат Чубаров Facebook сайфесінде білдірді. Түркия президенті ве азат етілген Меджлис рейсі муавинлерінің көрішігі Туневын ақшам Түркия президентінің Ақ сарайында олып кешті. Илми Умеров ве Ахтем Чайгоз Түркия президентіне азат етмелеріне ғайрет көстергені үшін тешекерлер білдіргенлер, Меджлис рейсінің муавинлері ондан ишғал етілген Қырымда қанунсыз апске алынған ве махкум етілген онларнен инсанына азат етмеге ярдым етмесіне чағырды. Сервер Зекерияев декабрьнің 12-сіне қадар незарет алтында қалажақ. О Хизбут Тахрир давасы черчевесінде октябрьнің 11-інде Бақчысарайда яқаланған 6 Қырым татарындан бұрыдыр. Туневын ишғалчы махкеме адвокатның мұражатына ред етті. Сервер Зекерияевның имейджесі оңа белгіленген жезаны деңіштірмеге режа еткен. Отырыш кене қапалы шекілде кечірілді. Адвокат Сервер Зекерияевның 12 баласы олғанына ве бір sıra дегер делил кетірді. Ләкин қадылар бұңа құлаға асмады, олар апсте қалажағына таздықладылар. Учитывая длительность предварительного следствия по данной категории дел, дети могут просто оказаться на грани выживания. Суд выслушал мои доводы, однако, судя по итоговому решению, никакой оценки правовой этому дано не было. Русияге қаршы басқы ве санкциялар севиесін арттырмақ. Украинаның бойлы ниетлері бар. Бұны Украина тышышлер Назира Павло Климкин НАТО или Ишбірлігі форумында деді. О, Русияге қаршы санкция ве сеси басқы файдалы олғанына қайдетті. Кешкенсіне бірлешкен милетлерінің баш ассамблеясында Украина көчлі бір резолюцияның қабыл етілмесіне ерішкен еді. Анда Русия тарафындан халықара нормалар ве инсан ақларының бозылмасы қайдетілген еді. Наступного року ми запропонуємо прийняття ще однієї резолюції, яка буде ще серйознішою, ніж попередня. В ній буде стверджено, що Росія не надала доступ міжнародним організаціям до окупованого Криму. Русия инсан ақларына әліда сайғысызлық көстере. О Донбасста 100-ден зиеде сыр ве 38 саяси мобюсны тұтам. Қырым татарлар бұйық басқа алтында қалам. Кримські татари не терористи. Вони не порушили жодної норми російського законодавства, але їх всіх заарештували. І ось це мізерний приклад того, який безлад зараз відбувається в Криму. Всі наші зусилля протягом останніх місяців призвели до того, що тепер Ахтем Чайгоз і Ільмір Умеров тепер звільнені із російського полону. І ми продовжуватимемо боротися за кожного, хто зараз ув'язнений Росією. Бұл меселе Америка Девлет департаментінің Украина меселелері темсілжісі елі көрішуінде музыкеретілі жектор Курт Волкер бүгін Украинаға ресми зейретінен келе, Украина президенті ветті шышлер назирелі көрішулер планлаштырыла базы мен балар. Волкер Украина мемурларының көрішкен соң, Русия президентінің ярдымжысы Владислав Сурков еле музыкерелерге баражақ деп білдіре. Қырымнен бағлы дегер хаберлерге кечеміз, Ақярда құрымы алтына алынған кинотеатрлер ве Матильда левхасы. Шердің мерkezінде еқ етілген тереклер ве қырымлыларға теклиф етілген, ишғал етілген Донбасс топрақларының зейреті. Бұл хаберлер левхамызда айдынлатылы. Ақярның сүзде полициясы Матильда левхасы көстерілечек кинотеатрлерінің қөветлештірілген құрымы алтына алды. Екінші Николай ве балерина Матильда Кшесинскаяның мұнасебетлері қындай кей еткен фильмнің премьерасы Туневын башлады. Ортодокс жемиеті наразылық бүлдере ишғал етілген Қырымның сабық прокуроры Наталья Поклонская прокуратураға 43 кере шекейет еткен еді. Девлет думасына қанунсыз сайланған депутат Левха ортодокс олған инсанларының дұйғыларыны үнчіта дей. Фильм ұтрафында олған қавғанын ақыбетлері де олды. Поклонскаяның тарафдары Екатеринбургта кинотеатрны яқты. Русияның ең бұйық фильм ағы есе Левханы көстермектен ваз geçті.
Русская троя Ақяр үшін зарарлы oldu. Фестиваль себебінден шерінің мерkezінде сирек раст келген тереклер yok етілді. Мұсафірлерге ер олсын деп байырның бір қысмы бульдозернен kesildi. Русская троя фестивалі 1853-1856 сенелерінің Қырым Женка деселеріне бағышлана. Оның нәтижесі Русияның Қара деңіз флотундан марум қалмасы олғанады. Туристлер Қырымға келмесе, қырымлыларға сеят етмеге теклиф етілді. Ярымада сакенлерінің ишғал етілген Донбассқа бармаға имканлары бар. Böyle иланлар Ақмешітте пейда oldu. Қырымлыларға Иловайск, Макеевка, Вестера, Бешеваға бармаға теклиф етілі. Қырымлылар экстремаль кезінтілеріні сайлар ма жоқ ма да белі дегіл. Саяси мобюслерінің ақлары қоршалансын деп наразылықларға шыққан фаал Санкт-Петербургта көтекленді. Бұны бірдемлік әрекетінің Facebook сайфесі хаберете Владимир Шпицынға евы янында ұжым етіп газнен зерлегенлер. Фаал ұқық өрөйчі органларына шекейет етмек ниетінде Владимир Шпицын Петербургтағы наразылық акцияларында мұнтазам суретте иштирак ете, о стратегия 18 бір кішілік пикетлеріне шыққаныды. Это связано с его гражданской позицией. Это нападение с его политической деятельностью. Владимир выходит ежемесячно на акции в поддержку политзаключенных, давая жесткую критику нашим властям. В какое именно время я возвращаюсь, я не говорил никому, даже близким друзьям и родственникам. Поэтому я абсолютно не ожидал ничего подобного. Снял, наверное, для отчета на свой мобильный телефон фотографии моего окровавленного лица и оставил меня там, так сказать, в луже, ушел. Ксения Собчак 5 жылға апске алына біле. Русияде президент вазифесіне намзет көстерген алып барыжына Қырым лафлары үшін жазаламаға теклиф етіле. Бір қач күн евелсі Ксения Собчак Қырым Украинаға айтылғанымды деді. ЛДПР лидері Владимир Жириновский оның незарет алтына алмаға талап ете. Русия коммунистлер фирқасындан депутат Валерий Рашкин се баш прокуратураға мұражат етті. О Собчакның айтқанларына қимет кесілмесіні истей. С точки зрения международного права Крым украинский. Точка. Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Точка. Татарстанда татар тіліні қоршаламақ. Фааллер Жумхуриетінің Девлет шурасының бинасы өгіне келіп, бөйле талапларына айдыңлатқанлар. Анда прокуратураның қарары ile татар тілі мұтлақ огренележек фенлер сырасындан чықарылды. Мектепте дерслер факультатив шекліне кечірілді. Фааллер Татарстанның Девлет шурасына келгенде депутатлар топлашы өткерейді. Еркеске кіріште татар елівбесі берілді. Ато кечірілген аланда Кения Кергінгун душман барышықны 20 кере бозды. Енчух Донецк тарафы зарар көрді. Майын атыжылар, бұйық калибрлі пулемет ве гранат атыжылар құланылды. Гранат атыжылар Луганск тарафында да қайд етілді. Неподалік Пісків отримав бойову травму один український воїн. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 20 разів порушили перемиря. Сили АТО 16 разів застосовували зброю на ураження противника. Украин саясатчысы Игорь Мосейчук оғыраған үчімде Русия ізі бар кебі малюмат русларға қаршы нефретінің дабыр әлеметі ола. Бұл фікірні Кремль спикері Дмитрий Песков сеслендірді. Украина ішішлер нәзірлігі Киевде керчеклештірілген үжімге Рамзан Кадыровның алақасы бар ола біле деп білдірді. Чеченистан лидері сесленді о алақасы олғанына инкар ете. Игорь Мосейчук 2014 декабрь айында Кадыровға видео вастасынен мұражат еткені о ишғал етілген Донбастан шекілмеге чағырып, Путин ве Кадыровдан сербест ичкері оғырында күрешмеге ваде етті. Ми допоможемо нашим братам звільнити Ічкерію від таких собак, як ти. Слава Україні! Слава вільній Ічкерії!
халық депутаты Масейчук әмелият олып башқа хастаханеге ауыштырылды. Туневін ақшам ұжымның 5-ші құрбаны 56 яшында Ирина Рибицкаяның ала қында белі олды. О башындан яраланды, қадын әмелият олды, о патлаудан соң ұзыне да келмеді. Телеканалардан бірінің оғынды патлау юз бергені да, екі инсан жан берді, даучу яраланды. Прокуратура Украина халық депутаты Игорь Масейчукны өлдірмеге тырышқанлар деп тахмин етем. Башар Асад әліге қаршы химик сілә қолануында қабатлы. Бұл хүлясыны Бірлескен Миллетлерінің экспертлері чықарды. Ақымдағы сененің апрель айында Идлиб шерінде зерлі газ қоланылғаныда. О вақыт ең азындан 74 адейін сан әлі қолды. Бір қаш кіші зерленгені. Мутихасыслар Сурияде химик сілә 33 кере қоланылғанына қайдетті. Олардан 27 Асадның үкімет ордысы тарафындан қоланылғандар. Джамала АТР телеканалына интервью берді. Ерже ilk яңа ел туркысы Қырым татар тілінде альбом чықарма қарзусы ве миграция мәселелері халқара тешкілетінің инсанларны сатмайлы көреш компаниясының 100 олғана қында тариф етті. Компанияның шлягды дому еріні қоллана Ерже Қырымышғалы оңа арзусына ерішмеге кедер еткеніні ве Украина шарқы Қомшы девлетінің истилясындан зарар көргеніні қайдетті. 2014 сенесінден башлап миллионларнен Украина ватандашы бұтын дүнияда женг ве тақыплерден қашқанларға қошылды. Потому что случилась оккупация, потому что нас забирают Донецк и Луганск постоянно, и поэтому постоянные жители приезжают, и они в поисках работы, они в поисках заботы, и, конечно, они попадают больше всего под этот риск. Шындылық бұл соңғы хаберіміздір. Яңа хаберлеріні білмек үшін саат 12-де заманны сейір етіңіз. АТРның бұтын яйынларына сайтымызда бұне олмаңыз мүмкін. Сіздің ярдымыңыз бұзым үшін мұйымдыр. Көрішмек үзірем.